менің ойымша бұл асудың психологиялық жеңісі. Себебі бұған дейін Манель Капаге ауыр жеңіліп қалған болатын. Бұған дейін мен осы Манель Капаге жеңілгенде айтқаным бар, братан, сен қашып жүрсің, не істеп жатсың деп. Сол кезде сұрағам ол Джошуа Ван туралы. Сол кезде айтты, бердік Джошуа Ванға қарсы қазақстандық жауынгерлерді, екеуіне де қарсы шығуға бас тартты. Асу үшін бұл керемет жекпе-жек болатын еді. Неге? Себебі өзбекстандық жауынгерлерге жанкүйерлердің қолдауы, мен айта алмаймын, мықты. Кеше UFC-дің несі Инстаграм өзбекше сөйлеп. Иә, арнайы өзбекше сайт ашқан болатын UFC-дің. Менің ойымша, қазір Шавкаттың қайта оралуына Билал қатты қызық емес сияқты. Ресейдің қалдықтары не үшін біздің қазақстандықтарға қызық деп ойлайсың сен? Мен примерно түсініп отырмын. Және олар қазір Ресейде ешкімге қызық емес. Иә. Олардың уже құндылығы жоқ. И бізге келіп жатыр. Менің ойымша, Самат Қырғыз қазір продукт ретінде уже просрочено. Уже шарықтаған шағынан кетіп баратыр. Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті Pulse Fighting YouTube арнасының көрермендері. Бұл Спорт Пульстың тағы бір жобасы екенін естеріңізге саламыз. Кеше ғана UFC-де Абу-Даби төрінде біздің отандасымыз Асу Алмабаев Хосе Ачауоны жеңіп, біздің туымызды биікке көтерді. Біздер осы және өзге де тақырыптарда біраз әңгіме айтатын боламыз. Студиямызға арнайы Азамат Спорт YouTube арнасының жүргізушісі Азамат бауырымызды шақырдық. Азамат, қош келдің. Уалейкум ассалам, рахмет. Шақырғандарыңызға көп. Алла разы болсын. Енді жалпы жекпе-жек көрдің деп ойлаймын. Қалай болды өзіңе? Біздің Хосе Ачауо негізі бір ноунейм файтер ғой. Ондыққа кірмейтін, бірақ бір таңғалып қалдық та. Осындай деңгейде, осындай қарқындағы жекпе-жекті біздер күткен жоқпыз. Өзің пікірін айта өтсең жекпе-жек жайында. Иә, дұрыс айтасың. Хосе Ачауо ноунейм, топ 10, 15, 20 және тіпті топ 30-ға да кірмейді. Егер Fight Matrix деген арнайы сайтта немесе де топологияны іздеп қарасаң, мүлде танымайтын адам, егер жекпе-жектерін іздеп қарасаң да жоқ. Аматорлық жекпе-жектері бар, бір-екеуі, бірақ соның өзінде де ондай прям асып-тасып баратқан ештеңе көрсетпейді сол жақтан. Сондықтан менің ойымша, бұл жекпе-жектің осындай болуы, осы жігіт туралы ешқандай ақпараттың болмауы. Егер де бұл шамалы болса жекпе-жек өткізіп, 3-4 жекпе-жегі айқын көрініп тұрса, қалай өткені, қалай жеңілді, қалай ұтты дегендей, сол кезде шамалы болса да белгілі болатын еді. Себебі бұған дейінгі UFC деген қаншапсем турнирінде осы жазда төбелесті. Маусым айында сол кезде нокаутпен ұтқан болатын. Осыдан кейін түсініксіз болды, бұл қандай жауынгер. Түсінікті шамалы база бойынша тайский бокс, муай-тай, шото боксинг залына дайындалады. Диего Лима бапкері, Чарльз Оливейраның былай айтқанда Пируден тауып алған баласы. Себебі Оливейраның арнайы шоуы бар, өзінің жасаған, сол жерде осы Хосе Ачауо туралы көрсетеді. Сондықтан менің ойымша дәл осындай осы жігіттің ноунейм болуы және де қандай да бір ақпараттың болмауы жекпе-жектің осындай болуына әкеліп отыр. Бірақ маған жекпе-жек ұнады. Менің ойымша бұл асудың психологиялық жеңісі. Себебі бұған дейін Манель Капаге ауыр жеңіліп қалған болатын. Бұған дейін мен осы Манель Капаге жеңілгенде айтқаным бар, братан, сен қашып жүрсің, не істеп жатсың деп. Біраз сол үшін ұрысқандары бар ағаларымның, неге өйтіп айтасың деп, бірақ соның өзінде де көрген затты айтатын адаммын. Сондықтан сөйтіп айтқан едім, және де сол жеңілістен кейін психология жағынан өзіне қайта оралу үшін мен бармын, мен мынандаймын деп өзіне дәлелдеу үшін, және де басқа айналада жүрген жанкүйер болып, матчмейкер UFC-дің Мик Мейнардке, мүмкін Дана Уайтқа, Хантер Кембелге дегендей дәлелдеп өзінің топ деңгейдегі жауынгер екенін көрсетіп отыр. Егер жекпе-жектің әр детальдарына келетін болсақ, жалпы жақсы болды. Күрес, өзінің күресінің арқасында жеңіске жетіп отыр. Және де менің ойымша ары қарай осы күресті дамыту керек, ары қарай көтере беру керек. Қасында бапкерлері бар, Эдуард Базаров ағай, қолына келгенше барлығын жасап жатыр. Осетияға сборға барып келді, бұған дейін Таиландқа барып келген болатын Тайгер Муайтайда. Сондықтан менің ойымша жекпе-жек жақсы өтті, жеңіс те жақсы, рядовой жеңіс деп аталады ғой. Сондықтан менің ойымша барлығы жақсы. Жекпе-жектен кейін Асу айтты, көңілім толмайды деп. Жекпе-жекке өзің жалпы қалай ойлайсың? Барынша 100% көрсетті ме Асу осы жекпе-жекте өзін?
Менің ойымша барьер болды, психологиялық барьер болды. Себебі қателеспесем бүгін қарадым, сұхбат ретінде берген еді, және сол жерде айтқаны бар, жекпе-жек алдына шығып жатқанда сәл қорқыныш болды деген еді. Бәлкім қайтадан жеңіліп қалсам, қазір халық маған не дейді, анандай дейді деген сондай моменттерді көрдім да, сол кезде түсіндім, бәлкім психология жағынан шынымен де барьер болып тұрған сияқты. Бірақ соның өзінде де жеңіс жақсы, күресі, иә, қарсыласының біраз ауыр сәттер болды. Соққы тастаған, әсіресе стойкада жүргенде аяқпен тұрып соққы алмасқан кезде біраз тигізгені бар. Асудың өзінің тейкдаун жасап аяғына кіріп бара жатырғанда тіземен тепкен сәттері болды. Одан бөлек партерде, яғни нолевой этажда қарсыласының треугольник жапқаны бар, армбарға шыққаны бар, гильотина жапқаны бар. Бірақ сол сәттерді егер қайталап қарасаң, примерно түсінесің, асудың ешқандай қиыншылығы жоғын. Асу қиналмай ол жерден шығып бара жатыр. Гильотинаға алған кезде ең мен көзіме анық түскені, гильотинаға алады, бірақ оң аяғын жауып үлгермейді. Сол аяғы қалқалақтап жатыр жапқысы келіп, бірақ оң аяғы бос тұр да. Хосе Ачуованың асу барады да, осы оң аяғына барынша давление беріп, сол жаққа тартып, гильотинадан шығып кетеді. Сондықтан менің ойымша осы грэплингінің өзінің джиу-джитсу грэплинг екеуі бір ғой почти. Қана біреуінде немен жүресің, кимономен, біреуінде кимоно кимейсің. Сондықтан менің ойымша осындай асудың өзінің тәжірибесінің арқасында жеңіске жетті. Бәлкім менің ойымша егер келесі қарсылас шамал болса, танымал және де дұрыстап зерттеп қарап алатын адам болса, менің ойымша асу уақытынан бұрын жеңіп, немесе де біраз рет қарсыласын нокдаунға түсіруі мүмкін. Себебі бұған дейін Матеуш Николауды құлатты, нокдаунға түсіріп, ақырында төрешілердің шешімімен жеңді, бірақ соның өзінде де біраз рет нокдаунға жақсы сериямен құлатқан болатын. Одан кейін Хосе Джонсон деген кісі болды. Оның алдында Оде Осборнды қылғындырып бастады. Сондықтан менің ойымша ары қарай қазір асу сол баяғы деңгейінде, баяғындай әр 3-4 ай сайын төбелесе берсе, өзінің баяғы қалпына, өзінің күйіне, керемет күйіне қайтып оралып, қойған мақсатына жетеді деп ойлаймын. Ачуова бірақ осы жекпе-жекте лайықты жекпе-жек өнер көрсетті деп есептеуге болады ғой. Әрине. Алдағы осы жігіттің жас жігіт қой. Жалпы болашағын қалай көресің? Менің ойымша болашағы бар, бірақ сәл грэплинг пен джиу-джитсудан тағы сәл тәжірибе керек сияқты. Жасы 24-те, бірақ түсінуге болады. Бірақ соның өзінде де партерде нолевой этажда, мысалға треугольник жапқан кезінде, армбарға шыққан кезде, анау кішкентай балдардың жасайтын приемдары. Кішкентай балдардың енді үйретіп жатырған кезде фундамент ретінде, база ретінде қалай үйретеді, сондай қателіктер болып жатыр да. Себебі сол жекпе-жекті тағы 2 ММА сарапшысымен қараған болатынмын. Сондықтан менің ойымша бұл баланың болашағы бар, бірақ әлі жұмыс көп жасайтын. Себебі бразилдік перулік, бірақ соның біреу естіген перулікті періп алу керек деп, бірақ соның өзінде де перулік жігіт Бразилияда тұрады, Рио-де-Жанейрода, сол жерде дайындалады, Сан-Паулоға барып тұрады осы неге, шота боксингке. Сондықтан менің ойымша тәжірибе керек сәл. Тағы асықпай, себебі бұл жігіт үшін бұл шанс болды, мүмкіндік, 1 на миллион дейді ғой. Сол сияқты келді, шығасың ба? Әрине шығам. Рейтингте 9-шы тұр, жеңсең көтеріліп кетем. Джошуа Ван бар мысалы ретінде. Заменаға шықты, Брэндон Ройлды ұтып алды, бірінші номер. Келесі сыбысқа сенсек, UFC 322 турнирінде өнер көрсетеді. Сондықтан менің ойымша әр адам болашағы бар, жұмыс жасау керек. Сол кезде түсінікті болады. Келесі қарсыластары қалай болады, қандай болады, кімдер болады, соған қарап. Джошуа Ван демекші жекпе-жектен кейін Асылманбаев оны жекпе-жекке шақырды. Джошуа Ван да негізі көп күттірмей өзінің реакциясын көрсетті ғой. Осы туралы айта өтсең енді. Сыртта қарамайтын сияқты олай негізі. Иә, сөзсіз. Бірақ менің ойымша асу дұрыс жасады. Мен бұны өз YouTube арнамда және де жекпе-жектен кейін тағы біраз рет талқылағанда айтқан едім. Себебі Джошуа Ван қазір хайпте. Хайп трейн деп айтады ғой, UFC-де хайп трейнінде келе жатыр, және де Джошуа Ванға тиісіп, қайда баратсың сен? Тиісе кіріп кеттің сен. Жерге түс. Иә, жерге түс, келіп төбелес деп айтқан сөздері менің ойымша дұрыс, 100% дұрыс, осындай болу керек. Және одан кейін жекпе-жектен кейін жекпе-жекте айтты, пресс-конференциядан кейін тағы айтқан сөздері бар осы Джошуа Ван туралы. Айтады, Джошуа Ван ол кіммен төбелесті дейді. Кімге қарсы шықты ол? Бір күресетін адам болды ма қарсыластарында? Болған жоқ. Қарсыласы 36 жастағы Алешандро Пантожа, анан 1 минутта қылғындырып тастайды менің ойымша. Сондықтан асудың айтқаны дұрыс. Және де осы трэш-токты ары қарай қолдап, вызов ретінде, шақырту ретінде жалғастыра берсе дұрыс болады. Бірақ соның өзінде де Джошуа Ван 100% титулдығы алдында тұр, қолында тұр, бүйтіп ұстап. Сондықтан
қазір Джошуа Ван орысша айтады ғой, на коне дейді ғой. Сол сияқты Джошуа Ван на коне, и осындай сәл бәлкім сәл чуть-чуть өзінше болып, не деп жатыр анау, кімсің сен дегендей. Танымаймын. Иә. Бұған дейін менде UFC матчмейкерлерінің айтуы бойынша Мик Мейнардты кездестіргенмін өткен жолы турнирге барғанда. Сол кезде сұрағам ол Джошуа Ван туралы. Сол кезде айтты, бердік Джошуа Ванға қарсы қазақстандық жауынгерлерді, екеуіне де қарсы шығуға бас тартты. Бұл сыбыс әңгіме ма әлде өз аузынан естідің бе? Өзінің аузынан естідім Мик Мейнардпен сөйлескенде. Осыны обложка қойып қоямын. Джошуа Ван Азатпен де шығуға қарсы болды, Асуға шығуға да қарсы болды. Негізі Асу Алмабаев әу баста қарсыласы біздің өзбекстандық жауынгер болды ғой, Рамазан Темиров. Рамазан Темировпен жекпе-жек болса, Асу басқаша өнер көрсететін бе еді? Қалай ойлайсың? Иә, сөзсіз менің ойымша. Себебі Рамазан Бектемировтың төбелес тәсілі өзгеше. Байқасаң, бұған дейін ол бірлер айтады, Манель Капаның более сәл жастау версиясы деп, кішілеу версиясы. Себебі Манель Капаның егер дене бітіміне, физикасына қарасаң, 61 немесе 66 килограммда төбелесетін жауынгер секілді, және де Асуға қарсы сондай примерно протекциямен шықты. Рамазан Темиров бой кішкентай, антропометриясы сәл кішілеу, бірақ төбелес тәсілі толығымен ұқсас. Сәл тәжірибе жетпей тұр, бірақ менің ойымша Асу үшін бұл керемет жекпе-жек болатын еді. Неге? Себебі өзбекстандық жауынгерлерге жанкүйерлердің қолдауы, мен айта алмаймын, мықты. Кеше UFC-дің несі Инстаграм өзбекше сөйлеп. Иә, арнайы өзбекше сайт ашқан болатын UFC-дің. Уже думайтын, түсіну керек примерно қалай болатын, think about it. Сондықтан менің ойымша бұл жерде өзбекстандық жанкүйерлердің қолдауы анық көрініп тұр. Және инсайдерлік информация ретінде айтып кетейін. Өткен жолы Рамазан Темиров жекпе-жек өткізген кезде, бірінші жекпе-жек өткізген кезде, өзбекстандық жігіттер, жанкүйерлер барлығы қосылып UFC Fight Pass'ты бачықлап сатып алды. Точно цифрын айта аламын, 1.426 мың. 1.426 мың. Fight Pass сатып алады. Сол кезде түсінеді, кім мынау? Қай жері мынау Өзбекстан деген? Кімдер мынау деп қарайды, мынау ма деп. Сол бойынша түсінуге болады. Мысалға, бірінші жекпе-жек өткізді, нокаутпен ұтты Си-Джей Вергараны. Екінші жекпе-жегі бірден үлкен жеңіс сериясына келатқан Чарльз Джонсонға қарсы беріп отыр. Рейтингте тұр. Демек, UFC және UFC матчмейкерлері бұл жігітке қызығушылығын танытып жатыр. Сондықтан менің ойымша, егер Асу бұл жігітті жеңген кезде өзіне үлкен хайпталып алатын еді. UFC матчмейкерлерінен де, бәлкім тағы басқа фанаттардан да. Өзбекстандық аудиториядан да. Жоқ, оның менің ойымша Өзбекстандық аудитория қазір Асуды жақсы қолдап жүр. Себебі бұл туралы Асудың өзі айтқан болатын. Себебі осы жекпе-жек анонс болған кезде Асудың айтқаны бар. Маған сен анандайсың, мынандайсың, хейт деп жазып жатырған адамдар болмады. Керісінше Өзбекстан мен Қазақстанның туын жіберіп, мынандай смайликпен бауырлас, бауырым, тек қана мықты жеңсін деген әңгіме айтып жатыр. Бірақ егер жекпе-жек қалай өтуі мүмкін десек, менің ойымша Асу күреседі. Күресіп, менің ойымша қарсыласына қысым жасап, осы күресінің арқасында, әсіресе осы тордың қасында, октагонның ұстап, соның арқасында төрешілердің шешімі жеңіске жетуі мүмкін еді. Қалай болатыны? Любим гадать. Постфактум айтқан тоже жақсы ойлаймыз, бірақ соның өзінде де менің ойымша бұл керемет жекпе-жек. Енді UFC матчмейкерлеріне қызық болса, тағы бір рет нүктесін қою керек. Осы тарихтың, осы историяның нүктесі қойылу керек. Енді бағанағы өзбекстандық жанкүйерлер жайында мынадай бір сыбыс ақпарат шықты ғой. Сыбыс әңгіме. UFC Fight Pass'ы көбірек сатылып жатқаннан кейін Өзбекстанда қазір 3 жауынгер бар ғой, қателеспесем. Соларды бір тартып сүйреп жатқандай көрінеді дегендей бір ақпараттар шықты ғой сыбыс. Мен ондай шынымды айтсам естімеппін ондай ақпаратты. Білуімше, менде қазіргі қолымда бар ақпарат бойынша Рамазан Бектемировке қолынан келгенше қолдау көрсетіп жатыр. Қазір, бірақ мына тарихы мынандай история шықты. Допинг деген. Бірақ допингтің қаншалықты шын өтірігі әзірше түсініксіз. Бәлкім өздері бір нәрсені біліп қалып, UFC матчмейкерлеріне шығып осындай болып. Өздері айтқан? Өздері айтқан деп өздерінің айтуынша, өздері хабарласып, осындай жағдай болып қалды деп айтты. Қаншалықты мүмкін екенін оны білмеймін, бірақ соның өзінде де UFC жақсы көрмейді. UFC матчмейкерлері, егер сен ұзақ шығып кетсең, жарты жыл
9 ай сені банға тығып тастауы мүмкін. Мысалы біздің Азат Мақсым банда отырды ұзақ уақыт бойы, жекпе-жексіз отырды. Сондықтан менің ойымша тағы да бір егер бір жауынгер төбелесіп тағы да бір осындай сәттер болса, өзбекстандық жанкүйерлер өздерін көрсетті тағы қолдауларын. Асудың келесі қарсыласы кім болуы мүмкін деп ойлайсың? Келесі қарсыласы жалпы вариант көп. Неше түрлі қарсыластар бар. Егер UFC-дің осы Flyweight деген дивизионын ашып қарасаң, көп неше түрлісі бар, рейтингте жоғарылары бар, бірақ мен 3 адамды жеке өзім қалайтыным қатты. Біріншісі ол Стив Эрцик. Стив Эрцикке қарсы бұған дейін история бар, тарих бар. Бұған дейін екеуі төбелесу керек еді, бірақ кейін Стив Эрцик шығарып алып Брэндон Мореноға берді. Және де осы историяны тағы да бастап, біз екеуміз төбелесуіміз керек еді, сен қашып кеттің, кел, мен сені ұтамын деп трэш-ток қосып шақырса, жалпы бұл менің ойымша UFC матчмейкерлеріне қызық болуы мүмкін, және де UFC-дің Австралия елінде өтетін турниріне әдемі кіруі мүмкін. Себебі қателеспесем, ақпан айында номерной турнир бар. Осы Австралияда өтетін, сол жерде төбелесе жақсы болады. Бұған дейін қателеспесем Перт қаласында UFC Австралия турнирі бар, Fight Night, бірақ оған үлгермейді. Сондықтан менің ойымша осы Стив Эрцик ең қызық варианттардың бірі. Екіншісі Кай Кара Франц. Бұған дейін вызов тастаған, шақырған, қазір Кай Кара Франц Пантожадан треск біраз таяқ жеп жеңілген болатын. Сондықтан қайта оралуыңа жақсы вариант, кел төбелесек деп шақырса жақсы. Және де үшіншісі өзім жеке қалайтыным бұл Тагир Уламбеков. Бұған дейін жаңа айтқандай, бұған дейін кездескен Fight Night турнирінде Асу жеңіліс тапқан болатын. Өзінің қателеспесем 5-ші жекпе-жегі ол тек қана енді мансабын бастап жүріп бара жатқанда, сондықтан осы Тагир Уламбековке қарсы жекпе-жек әдемі болады. Азатпен бірге тағы. Азатпен история бар. Себебі Азат бұған дейін Асудың дайындалуына көмектесті. Асудың өзі де Азатқа жазып жібергені бар. Егер көмек керек болса, залдың есігі ашық, номерім бар, кел шақырайық деп. Сондықтан осы историяны бұған дейінгі болған жекпе-жекте, және де білуімше осы Тагир Уламбеков UFC матчмейкерлерінің былай айтқанда басын ауыртатын адамдардың бірі. Бұл туралы Нұридин ағамыз айтқан болатын, бұл туралы біраз MMA сарапшылары да айтып жүр. Сондықтан менің ойымша, егер Асу UFC матчмейкерлеріне барады да, кім Тагир Уламбеков па? Шақыр, кел. Кім бастарын қиналып жүр ма? Ешкім шыққысы келмей, мен төбелесіп берем, кеттік. Жүр, кет, төбелесейік барады. Және менің ойымша Асу оны жеңіп кетуі мүмкін. Қолынан барлығы келеді Асудың. Сондықтан сонымен шақырып, өз айтқан болатын, Катардағы турнирде төбелескім келеді. Шығып Катарда төбелессе, жеңіп кетеді. Болды. Сендер бастарында ұрып жүрген адамды мен жеңдім. Бұл мен ешкім шыққысы келмейді. Мен жеңіп отырмын. Ол қателеспесем 6-1 ма сондай рекорды қазір UFC-де. 6-1 деген рекордтағы адамды жеңдім. Мен қазір бармын. Кетті, келесі кім бар? Маған элитадағы кім? Ройвол, Капы, тағы кімдер бар. Соларды әкел. Мен оларды айырып алам деп. Асу UFC матчмейкерлеріне айтуы мүмкін. Бана Азат жайында, енді Азат пен Тагирдің жекпе-жегінде сен болдың ғой. Көптеген мынандай әңгімелер шыға бастады ғой, Хабибтің бір ықпалы болды деп, сен өзің пікіріңді айтып жүрші. Жерден алып жерге салып жатыр ғой Азат. Қаншалықты дұрыс бұл? Қаншалықты дұрыс енді, бұл жанкүйерлердің эмоциялары. Бұл жанкүйерлер дегенде, мен байқадым, көп блогерлер айтып жатыр ғой, аудиториясы көп. Кімді айтып отқанын білетін шығарсың. Әр блогерлер, әр адамдар менің ойымша жанкүйер. Және де әр адамның өзінің осы жекпе-жекке алып келе жатырған эмоциялары болады, жекпе-жектен кейінгі эмоциялары болады. Сондықтан менің ойымша бұл теорияның қаншалықты шын өтірігін білмеймін, бірақ менің ойымша ана жерде Хабибтің ықпалы болды. Ықпалы болды деген анекқа барып, төрешісің ба, менің байытсым ұту керек деген әңгіме болған жоқ. Менің ойымша тек қана жай мүмкін таныс шығар, сонда біреу шығар да бәлкім отырады да бұрылып қарайды, что-там Хабибтікі ма, уже былай біздің Азатқа былай кере көзбен қарағандай болады да. Менің ойымша сондықтан осы жекпе-жекте сондай болып кетуі мүмкін. Себебі ана жекпе-жекті көрдім, стадионда болдым, жұмыс істедім журналист ретінде. Сондықтан ана жердегі қасымда отырғанның барлығы әзербайжандықтар. Тагирге болса отырды. Мен жалғыз өзі отырып, қазақ қол отырым, айқайлап жатыр, соққы тигізіп жатыр, қасымдағылар шыңғырады, айқайлайды, маған қарап чотам. Мен отырым Қазақстанның туғымен мәз болып, күтіңдер. Азат қадайды, бір қадайды, екі қадайды, былай лақтырады.
тұрып алып айқайлаймын че там не дейсіңдер че кім ей деп біраз боқтап ана қырылып кетуге шамалы қалды. Бірақ соның өзінде де менің ойымша прямой емес, бірақ косвенный ықпалы болған сияқты. Бір жағы енді Әзербайжанда болып жатыр ғой, Иә, иә. Оның да несі болуы мүмкін. Оның да ықпалы әбден болуы мүмкін. Олар үшін Хабиб идол сияқты адам ғой, ол жақта жүрген. Ойбай, ол Хабиб келе жатыр, ойбай. Себебі гостиницада Хилтонның қасында фанаттар толып жүр да. Сұраймын, кімдер үшін келіпсіңдер? Кім? Хабиб, Кім сендер? Оның үшін боецтерің бар, Тофик үшін, Рафаэль. Не. Хабиб. Мы Хабиба жүрген. А че сен, Рафаэль Физиев бар ғой, Тофик Мұсаев бар, Назым Садықов бар. Мықты жігіттер. Назым Садықов мен жеке танимын. Оны гостиницада бассейнде жүрген қанша 4 күн болдық, 4 күн бойы Назыммен жүрген соң ғой. Шақырады, жүр углға ой қума. Журналист, мен қалай келемін ана жаққа деймін. Сондықтан айтамын, Назым бар ғой, жүр. Хабиба жүрмін. Хабиб. Такой, ладно. Адам болмайсыңдар. Кеше асудың қасында біздің Шавкат Рахмонов болды. Шавкат Рахмонов не болып жатыр қазір? Не болып жатыр, бұны мен білмеймін. Қазір Шавкат бір жыл болды қазір, иә. Жекпе-жекке шығып қалғанына 1 жыл болды, және бұған түстік бар. Жарақаты бар, жарақатын емдеп жатыр. Өткен жолы барымыз көрген болатынбыз, Австрия еліне барып келді. Жарақатын емдеп келді, операция жасап келді, менискін. Частичный разрыв, соны барып емдеп келді. Мениск ондай, ол частичный алып тастағаны, ондай қатты ауыр жарақат емес. Қателеспесем 4-5 айда қайта оралуға болады. Егер полный болып ананы алып тастамай дальше емдейтін болса, қайта оралуы сұрақ тудырады. Себебі 1,5 жылға дейін кетіп қалуы мүмкін еді. Немесе де крестообразный связка сіңірлер жыртылып кетсе, то сондай 1,5 жыл кетіп қалуы мүмкін еді. Өзінің айтуынша кеше UFC Рашаға айтқан болатын. Қараша немесе де желтоқсан айларында төбелесуге дайынмын дейді. Менің ойымша, егер UFC 322 турнирінде осы қарашада өтеді, Мэдисон Сквер Гарденда, Нью-Йорк қаласында, сол жерде төбелессе әдемі болады. Неге? Себебі сол турнирді Ислам Махачев пен Джек Делла Мадалена басқаруы мүмкін. Егер солар мейн ивент, ко-мейн ивент, біздің Шавкат тұрады, жеңеді. Ей, кім жеңді анау? Келе айналайын деп, төбелесейік деп. Сондықтан менің ойымша барлығы жақсы болады деген ойдамын. Және Шавкат чемпион болады. Мен оған сенімдімін. Басқаларында себебі қазір сұрақтар пайда, что-то ұзақ кетіп қалды деп ше. Мадалена Исламға қарсы. Шавкатқа бірақ енді Белалмен нүктесін қою керек шығар. Әлде қажет емес пе қазір? Менің ойымша, қазір Шавкаттың қайта оралуына Белал қатты қызық емес сияқты. UFC матчмейкерлері себебі түсініп тұр. Белалға қарсы қалай жекпе-жек өткізетіні. Күреседі, тордың астында ұстайды, құлатады. Қылғындырыспайды. Бәлкім сондай болады. Оларға именно осы Нью-Йорк қаласында өтетін турнирге ко-мейн ивент немесе басты картта төбелескенде әрдайым мықты жекпе-жектер керек, фанаттарына ұнайтын. Мықты жекпе-жек UFC матчмейкерлеріне үшін бұл аяқта тұрып төбелесу, соққы алмасу. Сондықтан менің ойымша, бәлкім сондай біреуді беру мүмкін, бәлкім рейтингтің ар жағында жүрген біреулер, немесе де рейтингте топ 10-ның айналасында жүрген адамдарды беру мүмкін. Бірақ егер претендентский бой болатын болса, мысалы Шон Брейди мен кім бар, Ян Гери, бәлкім қайттан реванш болса қызық болатын шығар. Сондықтан менің ойымша, претендентский болса, осы үштіктің өзара біреумен төбелеседі. Ондай болмаса, бәлкім рейтингтің төмен жағында, яғни топ 10-да жүрген немесе рейтингтен тыс жүрген бір атышулы адаммен төбелессе, менің ойымша жарақаттан кейін қайта оралуына психология жағынан өзіне жақсы болады. Одан кейін бізде жаңа ғана Найза лигасында Нұрбек Абдрахманов өзінің чемпиондық белбеуін сақтап қалды. Енді стиль қазақстандық емес, бірақ қазақ біздің қандас бауырымызға Балғын Жеңісұлына қарсы шықты. Жалпы Найзаның осы сәттегі матчмейкинг көңілің тола ма? Жалпы керек деп ойлайсың ба бұл жекпе-жек? Иә, менің ойымша керек. Бұл жекпе-жек менің ойымша Балғынға емес, Нұрбекке керек болды. Мықты оппозиция, мықты Балғын жаңа бұған дейін айтқанымдай, қателеспесем 2 рет осы UFC-дің арнайы Road to UFC-де
қателеспесем осы финалға шыққан жігіт бәлкім UFC-де бір жеңілісі бар. иә осы Сойонгке қарсы Найзаның чемпионы. бұрынғы Иә. Дастан Амангелдімен шықты. Иә, жаңағы қызық та. Дастан Амангелдіге шығып, титул ұмытылып қалады. Дастаннан 5 раунд бойы таяқ жейді. Барады да қазір UFC төбелесіп жүр. Дастан мында жүр. Дастан, иә. Ну, Америкада ол кімге де Альбейге үміттесіп отыр, бірақ соның өзінде Найза лигасында. Найза лигасының жауынгері, иә. Чемпионы, сондықтан қызық та, қызық. Қателеспесем осы балғын, себебі балғын мен дәрмен бар да, екеуін шатастырамын кейде мен. Қателеспесем осы балғын, сондықтан балғын топ деңгейдегі жауынгер, UFC-ден тыс жүрген, бәлкім Брейв лигасына қосылса, немесе JCK өзінің лигасында өнер көрсетіп жүре берсе, менің ойымша чемпион бола алады. Мықты, және осы біздің Нұрбекке қарсы ағайым ғой менің Нұрбек деген. Иә. Себебі Атлантқа барып жүргенде, ол кезде Айбек ағай бізге, младший группамыз ғой, Айбек ағай бізге көңіл бөлмейді. Көбінесе Сергей Мороз ағай, братанымыз уже, Мороз ағай и Мороз ағай болмағанда Нұрбек ағай келеді бізді дайындайды, даярлайды. Сондықтан өз ағайым деп айтсам болады. Жекпе-жегі тартысты болды, мықты болды анау жекпе-жек. Жаңа комментарийді қарасам, халық екіге бөлініп жатыр. Жеңілді. Сондай жекпе-жектер жалпы сондай болады. 100% болады. Және де қателеспесем төрешілердің шешімі есеп бойынша 3-2, 4-1 қателеспесем. Сондықтан жалпы тартысты жекпе-жек болды, өте қызық болды. Нұрбек күресті ұстады, контрольді ұстады, гардқа шықты, маунтқа шығып біраз соққылар тастаған болатын. Бірақ балғында біраз рет нокдаунға түсірген сәті болды, флешка болды ана жерде. Екінші раундта қателеспесем, оған қоса өзі де күресіп кеткен сәттер болды. Нұрбектің күресінен қорғанып, арқасына алып, сайдстеп кетіп қалып, жалпы мықты жекпе-жек анау. Тағы бір рет қарауға стоит, және де осы жылдың үздік тартысты жекпе-жегі. Үздік деп айта алмаймын, бірақ үздік тартысты жекпе-жегі максимально близко болған жекпе-жектердің бірі. Сондықтан менің ойым осындай, матчмейкинг жағына келетін болсақ, 100% дұрыс матчмейкинг. Осындай жекпе-жектерді мен мысалы қалаймын. Балғын Жеңісұлы, уже аты бар, Қытайда танымал жауынгер, JCK лигасының былай айтқанда мықты топ деңгейдегі жауынгерлердің бірі. Road to UFC әр маусымда қатысып отыратын адам, әр маусымда ұзаққа барады. Кем дегенде жартылай финалға немесе финалға дейін барып отыр. Сондықтан менің ойымша бұл мықты матчмейкинг болды. Жандарбек деген бауырым 100% дұрыс жұмыс жасады. Именно осы жекпе-жекте. Ал картқа келетін болса, мен карт маған қатты ұнамады. Негізі Найзаның соңғы уақыттары карттары өзі чемпиондық белбеуге таласатын жауынгерлердің жекпе-жектері ғана қызық, қалғандары қазір ондай қатты бір қызығушылық тудырмайды ғой. Иә, мүмкін. Бұрынғыдай емес негізі. Иә, бұрында әр картын қарап отырасың ғой. Басынан прелимнен бастап неше түрлісін, ал қазір соңғы кезде сәл құлдырау бар секілді. Бірақ бәлкім біз неше түрлі ММА әлемінде осы матчмейкингке келгенде, турнир ұйымдастыруға келгенде неше түрлі подводный өзінің тастары бар да, біз оларды білмейміз. Бәлкім мысалы кейбір адамдарға қарсы мықты жауынгерлер келе жатып, неше түрлісі болады ғой. Мысалы бразилиялықтар бар, Доханың аэропортына келеді, адасып кететін. Жоқ, олар бір күн бойы билет күйіп кетті, ақша күйіп кетті, гонорардың 50%-ын жіберген күйіп кетті. Сондықтан менің ойымша неше түрлі болуы мүмкін. Басқаларын білмеппін, бірақ осы Нұрбектің матчмейкингі өткен жолғы мысалы матчмейкингі ұнамады. Киоссы деген жігіт қателеспесем, Данил Семейде болған ба? Иә, нокаутпен жеңілетіні сол кезде мысалы маған ұнамады. Танымаймыз анау, кім анау, Ресейден келген бір жігіт келді, ұтты, қазір жоқ ол. Қайда ол? Реванш берейді. Бәлкім мен ойлағам сол жерде, как раз Нұрбекті жеңгеннен кейін, болды, бұл жігіт келмейді қазір енді. Кетті, мысалға қанша, 1,500,000 алды ма, 1,5 миллион келесі жекпе-жекке, реваншқа. Че там, реванш қызық па? 4 миллион ехала. Қашып кететін секілді. Сол ондай ой болды, және де менің ойымша осылай қашып кеткен секілді Найзадан. Нұрбекпен төбелесем, болды, жетер деп. Жаңа сол Киоссаны айттың ғой. Ресейлік спортшы ғой енді бұл Киоссы деген. Бағана прелимнен бастап қарап отырмын мен Найзаны, сосын Джакс деген жігіт бар ғой. Толғат ұмытып тұрмын. Жеңіліп жатып жеңіп кетті, ол керемет жекпе-жек көрсетті. Жекпе-жектен кейін ұзақ сөйледі, енді бір 5-10 минуттай. Сөйтіп кімді шақырады екен деп күтіп отырмын ғой, вызовқа. Сөйтсем жаңа Хейбатиді айтады да. Мен ойлаймын да, Хейбатим өткенде бізде жаңа Санжар Тажиев шықты. Оның алдында Фанилия, одан кейін боксқа да шығып жүрді.
Ресейдің қалдықтары не үшін біздің қазақстандықтарға қызық деп ойлайсың сен? Мен бұған түсінігім жоқ менде, себебі Жоқ, сон неше не түрлісі бар да. Ресейдің қалдығы деп сондай бір ой қалыптасқан да менде. Сенде бар ма? Әлбетте бар менде. Себебі мен бұған дейін хардкордың селекциясында жұмыс істеген адаммын кезінде, сондықтан мен примерно түсініп отырмын. Және олар қазір Ресейде ешкімге қызық емес. Иә. Олардың уже құндылығы жоқ и бізге келіп жатыр. Менің ойымша бұл жақсы ход. Былай қарасаң, біздің жауынгердің медийкасын көтеріп алу үшін. Себебі бұндай жекпе-жектер әрдайым болып тұрады. Мысалға, жұлдыз болған адамды СНГ бойынша шулаған адаммен біздің жергілікті жауынгер шығады да, оны жеңіп кетеді, подписчик саны көбейеді, тапқан ақшасы көбейеді, бәлкім жұлдыз болып кетуі мүмкін. Сондықтан сондай сәттер болуы мүмкін. Неге шақырды Жакс, мен білмеймін, түсінбеймін. Бәлкім Жакста қазір ондай қызығушылық жоқ шығар, ары қарай чемпиондыққа бару, топ жауынгерлермен төбелесу деген. Сондықтан ары қарай осындай атышулы жігіттерге қарсы жекпе-жек өткізу бәлкім соның ойлаған шығар, соның мақсаты шығар. Және мен оны осуждать етіп, неге өйтесің деп айтуға қақым жоқ, даңқым жоқ менің. Сондықтан тем более жақсы, это легенда ғой. Иә, легенда. Қазір өз жекпе-жек өткізгеннен басқа бапкер болып жұмыс жасайды. Өзінің учениктері қазір өзімен бір картта төбелесіп жүр. Бұйыртса бұл мықты. Екінің бірінің келмеді енді қол. Иә. Сондықтан бірге ұстап жүру ол ауыр. Диас Еренғайып мысалы тоже бірге ұстап жүр. Өзінің соңғы жекпе-жегіне өзінің ученигі қасында көмекші болып, угловой болып барған еді. Сондықтан ол қиын жалпы бұл жолда жүру. Сондықтан неге шақырды, неге олай болды, түсініксіз. Ресейдің қалдықтары қызық емес, шынымен де қызық емес, бірақ соның өзінде де қолынан келгенше хайпты беріп жатыр. Перс әсіресе соңғы реалитилерде біраз шулатып жүр, таяқ жеп жүр, бірақ соның өзінде де біраз шулатып жүр. Сондықтан бәлкім жақсы шығар. Кеше және біздің отандасымыз Васиф Аббасов Гасановқа қарсы жекпе-жек өткізді. IBA бір нокаут ашылды. Омар Кремлевтікі. Иә. Жекпе-жек көрдің ба? Көрдім. Қалай? Менің ойымша Васиф жеңді. Менің ойымша жекпе-жек жақын болды. Неге? Себебі төрешілер шешімімен келісуге болады жалпы. Неге? Себебі екінші және үшінші раундтарда қарсыласы Руфлес деген Абдужапар, қателеспесем аты сондай, соққы санымен алып отырды. Соққы санының көптігінің арқасында менің ойымша алып отыр. Ал Васиф болса точный акцентированный соққылармен басым болып тұр. Бірақ бұл жерде мынандай момент бар. Бірінші раундтың соңына таман левый боковоймен ананы құлатады, шалқасынан құлайды. Ана жерде жекпе-жек тоқтау керек. Менің ойымша бітті, жекпе-жек тоқтады. Шалқасынан құлады да, не істерін тұрады да бүйтіп сәл билеп жүр анау. Төреш тоқтатшы, жынысың ба? Одан сайын апарып не керегі бар. Сондықтан менің ойымша Васиф нокаутпен жеңу керек еді ана жерде. Васиф өзі бірінші құлады ғой сосын. Иә, бірінші нокдаунға түсті. Өзі айтқандай аяғын тайып кетті, бірақ түсініксіз. Осы жаңағындай микро моменттер да біз білмей қалуы мүмкін. Сондықтан примерно түсіну үшін менің ойымша қайтадан бұл жекпе-жекті бір-екі рет қарап, бәлкім басқа ракурстан қарау керек. Бірақ соның өзінде де менің ойымша Васиф ана жерде нокаутпен жеңіске жету керек еді. Бірінші раундта жекпе-жек тоқтату керек еді. Абдужапарды шығарып алғаны бұл осы жекпе-жектің, яғни жекпе-жектің бірінші раундының аяқталуы. Бұрышына апарып қойды, отырғызбайды, анау өзіне келіп алды. И бәтті ары қарай. Өзің типичный клинч, типичный не болады ғой? Кулачниктердің төбелескені. Сушить етеді. Соққы тастағандай болады, клинч келіп кетеді, клинчтен басының арт жағына, жанына, құлақтарына ұрып жүреді. Солай төрешілердің көзінше жеңімпаз атануға тырысады. Бірақ соның өзінде де менің ойымша, егер төрешілер шешіміне келетін болсақ, близкий решение, раздельное решение, миджорни, бәлкім ничья немесе де раздельный анаған қарсыластан кетуі мүмкін. Бұл менің ойым. Бәлкім менікі дұрыс емес шығар. Васиф та өзі жекпе-жектен кейін Инстаграм қарап едім, келіспеймін деп білдірген. Ол дұрыс. Ондай дұрыс, себебі бұндай сәтте неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Алғашқы эмоциялар бұл ең таза эмоциялардың бірі. Сондықтан сол дұрыс деп ойлаймын. Және жалпы IBA, ё-моё, ол IBA, Омар Назарович Кремлевтің продуктлері всегда сондай болады. Жақын решение бізге ешқашан берілмейді. IBA-дің жасалғаны. Бұл бокстан келе жатыр. Әуесқой бокста близкий решение ма,
болды, бізге ешқашан келмейді ол решение. Ар жаққа кетеді, немесе чемпиондар түні болсын, иә, чемпиондар түні. IBA Pro Всегда, иә, әрдайым сондай болады. Ол жерде біздің қазақта жеңіске жету үшін нокаутпен жеңіске жету керек. Немесе де қарсысын білмеймін ана жерде. Страшно дикласс қылу керек, иә. Басқа мүмкіндік жоқ ана жерде. Одан кейін Самат Қырғыз және Эмиль Наурызов арасында жекпе-жек басты картта болды. Өте тартыс. Бұл жекпе-жекте де жанкүйерлердің жаңағы ойы пікірі екіге бөлініп жатыр. Сенің пікірің қалай? Менің ойымша Эмиль Наурызов екінші таза жеңіп отыр. Бірінші жекпе-жегінде де жеңіп кеткен еді. Және менің ойымша Самат Қырғыз қазір продукт ретінде уже просроченный. Уже шарттаған шағынан кетіп баратыр. Кезінде пигінде жанып тұрғанда, хайп ұстап тұрғанда менің ойымша ары қарай боксқа кетіп қалу керек еді. Боксты развивать етіп, давай дальше двигаться етем, жүрем деп. Себебі хардкор боксинг деген ашылды, ол өздерінің арнайы Дубайда турнир өткізді, кейін тағы Ресейде біраз үлкен стадионда турнирлер өткізген болатын. Сол жерде жүргенде ары қарай сол жерден шықпай жүре беру керек еді. Қазір өкінішке орай міне осындай жағдай болып отыр. Бірінші жекпе-жегінде жеңіліп қалғаннан кейін психологиялық жағынан сәл уже әлсірей бастады менің ойымша Самат. Себебі жекпе-жектен кейін біраз андай шу болатындай дым болған жоқ та. Барлығы айтты, таза жеңіліп қалды. Ондай шуын көтерудің қажеті жоқ деп. Мына екінші жекпе-жегінде мен бір ғана нокдаун көрдім. Екеуі деп отырсың да. Мен толығын көрген жоқпын, себебі мен хайлайттарын қарап шықтым. Хайлайттарым бойынша есімде. Бірінші раундта 2 рет құлады ғой. Естімесем. Мен ғана есімде ұрады да құлаған кезде тұрып алып резко аяқтайды. Итерді мойындамаған жерінше. Сондықтан сол біраз қызық тудырып отыр, бірақ менің ойымша Эмиль Наурызов таза жеңіп отыр, және Эмиль Наурызов таза кулачник. Таза қалай төбелесу керек, жатып алған білет. Судьяларға қалай қарауға болады, қалай там өздерінің грязный бокс, dirty боксинг дейді, сол сияқты хоккейный клинчте қалай жұмыс жасау керек екенін, клинчтен шығып бара жатқанда қалай жұмыс жасау керек екенін, клинчке кіргенде қалай жұмыс жасау керек екенін барлығын біледі. Сондықтан менің ойымша Эмиль Наурызов жеңіске жетіп отыр. Ол жерде айтатында да сондай ойбай дейтіндер. Тағы бір реванш керек деп ойламайсың ба? Үшінші жекпе-жек па? Үшінші жекпе-жекте де менің ойымша Эмиль Наурызов жеңіске жетеді. Қазір Самат үшін ең ыңғайлы, ең дұрыс матчмейкингтердің бірі бұл өзінің салмағындағы 70-77, бәлкім сол жерде жүрген жігіттерден оппозицияны сәл төмендету. Хайп бар, мүмкін хайпы мықты жігіттермен төбелесе жақсы болады. Ары қарай, себебі кезінде бұндай мәселе Петр Янмен де болған. Себебі кіммен төбелесіп жүрді, қаншапсем Алжиман Стерлингпен 2 рет төбелесті, 2-іне жеңіліп қалды. Біріншісі түсінікті дисквалификация, екіншісіне таза жеңіліп отыр. Сондықтан ары қарай не істеу керек деді, оппозициясын түсірді. Сөзсіз, Шон Омелиге қарсы жекпе-жек біраз сұрақ тудырады, бірақ соның өзінде де оппозиция түсіріп, қазір мысалы өзің байқасаң, кеше өткен турнирде Маркус Мангиге қарсы төбелесті, оның алдында Сонг Ядонгпен төбелескен болатын, және де претендентский бой ретінде жалпы солай саналған Фигередоға қарсы төбелесіп шықты. Сөйтіп өзіне қайта оралып алды да, қазір өзінің екінші пикіне шығып баратыр. Менің ойымша Саматқа қазір дәл сондай жасау керек. Жалпы бұл IBA Барнакл туралы сен өзің қалай ойлайсың? Меніңше бұл дейтін негізі керемет жоба. Басында пресс-конференциядан бастап кешегі ұйымдастырылу деңгейі барлығы өте керемет деңгейде. Сосын жаңа баспасөз мәслихатында айтты ғой, біздер бұл осы жалаң қолымен жұдырық, жалпы кулачканы андай бір олимпиадалық ойынға қосуға жеткіземіз дейді да, енді күлкілі көрінеді, бірақ әлбетте жаңағы сосын әлем чемпионатын ұйымдастырамыз деп бір енді үлкен мақсаттары бар екен. Сенесің бе бұған сен? Сенемін. Олимпиадаға қосу дейтін кішкене не? Олимпиадаға дегенді сенбеймін, бірақ әлем чемпионатын жасауға кулачкаде менің ойымша ол мықты проект, себебі қазір бүкіл әлемде ойбай дейтін кулачка, сол баяғы Бернаклдың өзінде BKFC, соның өзінде де қазір ақша жағынан біраз қиналып жүр деген сыбыстар келіп жатыр. MMA Junkie-дегі таныс журналистердің айтуы бойынша біраз қиналып жүр, біраз ақша бере алмай жүр басты жұлдыздардан. Сондықтан менің ойымша IBA Бернакл BKFC-де жүрген жігіттердің барлығын ақшамен алып кетуі мүмкін. Мен де сөйтіп ойлаймын, сол BKFC-дің басы босып кететін сияқты, дәл осы потенциалы мықты. Оларда бұған дейінгі уже опыт бар. Қалай жасау керек екенін. Бұған дейін хардкордікі бар.
барды да хардкордан алып кетті, мен жасаймын деп өзі істеп отыр қазір. Ең қызығы сол да. Сондықтан оған қоса бүкіл осы Ресейде жүрген топ ММАшник, фрик барлығын жинап алды. Сондықтан менің ойымша бұл потенциалы страшно мықты проект. Және де ары қарай әлем чемпионаты әбден мүмкін. Ең қызық варианттардың бірі менің ойымша бұл өздеріне жұлдыз шығару үшін бұл гран-при жасау. IBA бір накал гран-при бүкіл әлемнен мықтылар жинап алады да. Ана Самат секілді, Лендрур секілді мықты жұлдыздар шығару мүмкін. Сондықтан менің ойымша бұл жалпы жақсы барады. Олимпиада менің ойымша бұл болмайды. Бокстың Бокстың IBA-мен кіре алмай қуғын сүргінде жүрген жігіт осы Умар Назарович Кремлев. Сондықтан менің ойымша бұл Олимпиадаға точно кірмейді. Олимпиадаға кіріп кетті, мен үлкен шокта боламын. Себебі бәлкім бүкіл мынау қазіргі жағдайлары бітіп Ресейде Олимпиада өтетін болса, осы IBA Бернакл қосылуы мүмкін. Бірақ қазіргі адами факторлар, адами саяси мен қарайтын болсақ, мүмкін емес, 100% бұл мүмкін емес. Бірақ ақша бар, Газпром беріп жатыр, алу керек. Өзінің чемпиондық белбеулері. Бару керек, жасау керек. Сондықтан мен қазір біздің Қазақстанда жүрген кулашниктерді сол жақта көргім келеді. Мысалы неше түрлісі. Өткен жолы осы Калмыковқа қарсы, Калмыковқа топ 1 ғой, өзінің салмағындағы 84, 90, 77 деген түсе алады. Соған қарсы жекпе-жек өткізген Азамат Бақытов. Мен соны мысалы неде ресейлік IBA Бернаклда көргім келеді. Менің ойымша ол ұзаққа барады. Ана жер себебі бұған дейінгі жекпе-жегін алатын болсақ, қателеспесем Альф Реалитиге қатысқан қырғыз жігіті. Ресейде тұратын аты есіме. Ташы не ма? Атын ұмытып мен де. Короче, сол жігіт сонымен шықты да, однопальчевый нокаут, бір қолмен құлатты. Сондықтан менің ойымша енді ол қатты мықты емес қой негізі. Кім, Азамат Бақытов па? Жоқ. Қарсыласы ма? Қарсылас. Бәлкім, бірақ соның өзінде де гонорар жақсы. Сол жақта шолата алады. IBA Бернаклдың 2-ші және 3-ші турнирін дублескен. 2-ші, 3-ші турнирі запись өткен екен. Себебі мына турнирде біріншісі өткен, екіншісі қатарынан өткен деген сыбыс келіп жатыр. Оның қаншалықты шын өтірігі белгісіз. Осы Азамат Бақытов баралады, одан бөлек хайп жинап шолатуға біздің Жұман баралады. Жұман ағам барады, шоуды береді страшно. Төбелескенде әдемі ғой оның. Құлатқандары өткен 2023 жылы ма Айдосқа қарсы жекпе-жегі біздің Наматта өткен Шыңғартпен, бірақ соның өзінде де кулачка Шыңғарт плюс-минус бір ғой, былай қарасты. База жоқ, урон қатты страшно ана кулакпен ұрғаны, тіпті өзің ұрып, өзің травмаға аласың, бірақ соның өзінде де стилі шамамен ұқсас. Сондықтан менің ойымша Жұман барып шулата алады. Шулатып, хайп жинап, страшно көп ақша. Как раз үйін бітіріп алады. Ол да бар. Бардам мен емес соны айтқан. Сол бүгін енді UFC-ден бастап IBA-ге дейін айттық. Азамат, көп рахмет сен келгеніңе. Шақырғаныңа рахмет. Келесі тағы да күтеміз. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Біздің арнамызға жазылыңыздар. Аман сау болыңыздар.